Жақсы, рахмет. Садуов кім едіңіз? Өзіңіз ба? Сідік, боқ, нәжіс былай бір сөзбен айтқанда. Бәке, ана желтоқсан көшесі ме еді? Біздің екі депутат тұратын. Иә, білем, абонентский труба жарып тұр. Аудио жазып жүреді, түріңізді түсірмей-ақ қойын. Облыстық депутат бар бұл көшеде, және де қалалық депутат бар. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жамбыл Рахметұлы. Қазір Кентау қаласына қарасына Балабөрге елді мекендеміз. Мен тұрғылықты мекен жайыма жақын жерде. Мына жерде көріп тұрмыз суды, иә? Дағы су бұл желтоқсан көшесі, әдетте бұл жақта су ақпайтын, ал мына көшеде бұл әдеткі тірлік. Қалада кәріз жүйесі, яғни біздің елді мекенде кәріз жүйесін депутат әкімдеріміз алып келмегендіктен бюджетке қоспай жатыр. Неліктен екен білмеймін. Сідік, боқ, нәжіс былай бір сөзбен айтқанда. Көріп тұрмыз ғой. Бұл жақтан бұл ағып жатады. Бұл үйреншікті тірлік. Тұрғындар өздерінің кәріз жүйесін, сідік боқтарын көшедегілер ағысып тастайды. Қыстың күні мына жер көктайғақ болып жатады да, көріп тұрмыз ғой, кішкене бұрылысы бар. Бұрылып келеді да мына жерге соғысады. Бәрі осы нені соғады. Соған соға бергеннен кейін құлап қалмас үшін мынандай қорғаныс қабатын жасап қойғандар ғой. Мына жердегі проблема бұл жерде, мәселе бұл жердегі кәріз жүйесін дұрыстаса, қыстың күні ешкім тайғанап келіп, мына жерде машина соғыспас еді, соны негізгі түптегі мәселе проблемамен айналыспай, ана жерге жаңағыдай қорғаныс қабатын бетоннан үлкен құбырдан жасап қойыпты. Бұл көріп тұрмыз, ары қарай кетеді. Бүкіл ауыл састып жатқан нәжіс. Осы ауылдың, осы көшенің тұрғындарының нәжісі ағып жатыр. Ал мынау көшедегі бұндай болмайтын, бұның себебін анықтайықшы қазір. Суды мен азанда тірліктерімен кетіп бара жатқанда көргем. Бұл бірақ таза су сияқты, бұл кәріздік емес. Бұл тазарақ көріп тұрмыз, бұл желтоқсан мүйісі. Бұл жерде су әдетте ақпайтын. Күнделікті ағып, оны айтып шаршаған мәселе болса, үйреншікті жағдай болатын еді. Бірақ бұл енді болып тұрғаннан кейін осындай алаңдатушыл жағдай не болып жатыр? Үйінде тұрмайтын біреудің су жарылып, су басып жатыр ма, әлде көшедегі жүйе, су құбырының жүйесі бұзылды ма? Бұл көшеде өтетін жайт, естеріңізде болса, мен былтыр облыстық мәслихатқа түскен болатын. Менің артымда 1700 дауыс киім жинап келе жатқан адам. Енді өздеріңізге белгілі жағдаймен өтіп кеткен болатын менің алдыма. Және де қалалық, яғни облыстық депутат бар бұл көшеде. Және де қалалық депутат бар. Солардың көшесі ғой мынау. Көшесінің сыйқы. Қаланы облысты қатырамыз деп уәде берген адамдардың көшесі. Қазір бірінші анықтап алайық неге екенін. Сосын үйіне барып сұрармыз. Не болып жатыр мына жерде, білесің ба? Қалада емес, облыста, Жетісай, Сарыағашта емес. Өзіңнің көшеңде не болып жатқан білесің бе деп қазір сұраймыз. Анықтайық. Аржақ Майлин көшесі, оған дейін жетпей ақ қойық. Өйткені су жылтырап о жақта жатқан жоқ. Су мына Mitsubishi-дің жан-жағынан шығып жатыр. Мына жерде құбыр жарылған сияқты. Көзі кәні бұның. Көзі мына жер болып тұр ғой. Алдында да жөндеген екен суды. Нәлбет отырып қалған көріп тұрмыз. Тегістігі деңгейін көріп тұрмыз. Отырып қалған өз жерден бастау алып тұр. Бұл көшеде жаңа айтқандай қалалық деңгей және облыстық деңгейдің екі депутат тұрады. Біріншісі Сауансаппен. Сұлтан қайда тұрады? Mitsubishi тұрған үй ма? Жақсы. Рахмет. Мәнеке өзі де тұр, депутатымыз. Күн қайырлы болсын. Бейне және аудио жазым жүруде, Жамбыл Рахметұлы. Жақсы, рахмет. Садуов кім едіңіз? Өзіңіз ба? Иә. Мәселемен танысыз ба? Талат? Аға? Не отыр? Қашаннан бері ағып отыр? Айтылған бір апта болды. Бір апта болды ма? Ана жердегі трубалардан
жалғанған жерден ағып жатыр. Сұлтан бауырым да біледі, бұны айтылған. Аха. Енді бір апта бойына ауыз су му, не кәріз жүйесі ма? Ауыз су. Бізде ауылда кәріз жүйесі жоқ, Себебі? Себебі солай. Қалай? 52 мен бала көргемде жоқ. Кәріз жүйесі. Жоқ, себебін айтсаңшы енді. Енді бұл жөнінде талай рет айтылған. Енді бұған қаржы қарау мәселесі жөнінде кешеуілдеп жатыр. Орындалатын шығар. Енді сіз былтыр ғана депутат болған жоқсыз, оған дейін де депутат болып келдіңіз қалалық деңгейде. Иә. Сол кезде осы мәселені шешуге тырысып едіңіздер? Айтылған. Кімге айтылып еді? Барлық сол кезде билік өкілдерінің бәріне кәріз суын жүргізуге. Аха. Бұны мына жерде инфрақұрылым бәрі жатыр. Ең астынан түседі. Аха. Канализация соған байланысты. Оның жаңа ғана ПСД-сы барлық бәрі істелу жөнінде қаржы. Жоқ, мен 2020 жылы ЖКХ-ның бастығы Әлібекке кірген болатын, видеом барды. 52-де 40 сантиметр асфальт ұрланып атқан кезде сол асфальт бойынша неге жол бөлімімен ол кезде ЖКХ бөлек еді. Сосын қайттан бірікті да, сол видеодан кейін енді қайттан бөлініп кетті. Неге бірге бір ауыздан бір мәселені шешпейсіздер деген болатынмын. Сол кезде айтқан болатын, президент сол кезде істеп жатырмыз деп. Қаржы жүйесі өте өзекті мәселе, бұл мәселені істелу керек. Ал енді қаржы тапшылығына байланысты өсіп. Қаржы, қараңыз. 2017-те болды, облыс орталық Түркістан. Содан бері графикті қарайтын болсаңыз, Түркістан облысы Қазақстан бойынша қай орында келетір республикалық бюджет алып? Дотация жөнінен бізде дотациямен облыс бірінші орындамыз, Қазақстан бойынша Астана, Ақтау, Алматы бәрі шетте қалады, біздің қасымызда. Бізде өндірістер жоқ. Дотациямен отқаннан кейін өстіп кешеуілдейді. Бізде қаржы тапшылығы өте. Жоқ, қарасаңыз, бірінші орындамыз мемлекеттен ақша алудан. Бірақ жұмысқа келгенде не бірінші орында емеспіз? Жұмысқа енді солай, осы мәселеде кешеуілдеп қояды. Мен де осы жердің тұрғыны ретінде канализацияға бірінші ден қойған адаммын. Жоқ, жарайды, канализация жоқ делік, ақша болмай жатыр, бейшарақ, сондай халі мүшкіл мемлекет болып қалды. Депутатымыздың айтуынша, депутатымыз дегенше сізді білеміз ғой, дауыс. Мен артымда келе жатып, қалай болып кеткеніңізді ол бойынша сізден сауал сұрамап едім соге. Артық нәрсене болмайды. Болмай ма? Жоқ, мына жерде енді облыстың қазір 1 триллион 400 миллиард несінің бюджетінің 80 миллиарды ғана салық түсімінен түседі. Қалғаны бәрі дотациямен келеді. Иә. Жоқ, келіп жатыр ғой, ең бастысы. Қай жақтан келсе де облысқа ақша түсіп жатыр. Қаржы жетіспеушілігіне байланысты жылдан жылға шығып келатқан нәрсе. Жоқ, біздің облыс ең көп ақша алып қалай жетіспей жатыр? Енді дотациямен болғаннан кейін сондай не мәселе бар. Жоқ, сонда адал еңбекпен таппағаннан кейін берекесі болмай жатыр деп жатсыз ғой ақшаны, дотациямен келгеннен кейін. Жақсы, таке, оны саясатты қояйық. Мына су енді бір апта болып жатыр дейсіз ба? Айтылған. Кімге айттыңыз? Бағлан бар. Ашсай су. Жердегі мамандарға айтылған бұл жөнінде. Енді бір апта деген сұмдық қой. Сіз мені бірінші рет жарылып жатқан. Аха. Бұл басында Ақбұлақтың мына жаңа линиямен жүргізгеннің бәрінде нелер болған. Жоқ, мен қазылған көріп тұрған жоқпын ғой. Дәл осы көзден қазылған көрген жоқ, мен арырақ қазылған көрдім. Бірнеше рет қазылған. Дәл сол жерде жоқ, жүрсеңші көзіне. Ақбұлақ бойынша білемін о жердің бәрін. Аха. Бұның бәрін бірнеше мәселе істегенбіз. Мына жалғау барысында бұл жердегі ана трубалардың несі, ана бәкки нелердің бәрі істелмегеніне байланысты талай рет жарылып жатыр. Жоқ, енді соны бір рет жасағаннан кейін бірден қорғаныс қабатын құбыр жасап кетуге болады емес пе? Мәселенің бәрін істейді. Бұл жерде басында Ақбұлақта нарушение бар. Жоқ, ауыз су. Ақбұлақ бойынша бұл өте өзекті мәселе. Қараңыз. Жаңа линияның бәрінде бар бұл. Сіз аманаттасыз. Сіздердің бұрынғы төрағаларыңыз, қазіргі президент Тоқаев не деді? Ауыз су жетіспеушілігі бар деді, Қазақстанда. Ал мынау қазір ауыз су ағып жатыр ғой. Енді сомен не салдарымен күреспейсіздер? Енді Ақбұлақ ол кетіп қалды ғой, 5 жыл бұрын ба, қанша жыл болды? Бұл мәселе жөнінде айтылып жатыр. Жоқ, неге қазір трактор жоқ па? Қалада неғып қазбайды? Қала бойынша бұл мәселе бар. Аха. Осындай мәселе қала бойынша бәр жерде бар. Ақбұлақ бойынша осы кемшіліктер бар. Жоқ, бір емес, облыс деңгейінде, қалалық деңгейдегі 2 депутат тұратын көшенің хәлін көріп тұрсыз. Сонда сіздер қала облыста не жасай аласыздар? Бір аптаның ішіне кішкентай бір судың көзін жаба алмасаңыздар? Бұл бірнеше метр жабылған. Бұны мен айтып отырмын. Жүрсеңші? Несі салдарды? Жүрсеңші? Білемін. Көзіне барайық та. Қазылмаған о жер, бірінші рет деп тұрмын ғой. Бірінші рет емес, бұның бетінен асфальттан жоқ, бұл жердің бәрі қазылған. Бірнеше мәрте қазылған. Басында труба желілерін салған кезде кемшіліктер кеткен, сол мәселе. Жоқ, енді қазір басына барып көрейік та. Білемін, ол жер қазылған жер. Жоқ, бір аптаның ішінде техника жетпей жатыр ма? Не үшін келіп осын? Қалада Мен қазір звондайын ба? Звонда бәрібір еді, осы мәселе айтылған. Ертең тоқтайды. Сіз бір апта жүріп екеуіңіз тоқтата алмадыңыздар ма сонда? Айтасыздар. Оны әркімнің өзіне біледі. Несі?
Жо сіздің лауазымыңыз бар емес пе? Мен жерде лауазым емес. Мен өкілетті органның өкілімін. Менің лауазымым емес, бұл халық берген немен жұмыс істеп жатырмын. Дұрыс қой. Мен атқарушы билік өкілі емеспін, өкілетті орган. Халықтың типа қалаулысыз ғой енді. Сіз қараңыз, сіз халықтың атынан талап ете аласыз ғой. Талап етеміз. Құзырыңыз бар ғой. Өкіл ретінде айтылған. Болды ғой енді. Соны неғып талап етпейсіз? Айтылған. Енді тиісті мекемелерге тағы да айтылады, бұл жерде шара көріледі. Қызық екен иә сіздің логикаңыз. Ауыз су енді аға бере ма? Жоқ, ақпайды. Ақбұлақ дейміз да, сол 510 жыл бұрын кеткен компанияға бәрін жаба береміз ғой. Мен бұл жерде систематически барлық жерде Ақбұлақта осындай нарушениелер бар. Мен бұрын Жарайды. уақытында как депутат ретінде бұны көтергенмін. Бұл мәселе өте Жауапкершілікке тарттыңыздар ма соларды? тартылған. Тартылған? Сол кездегі жұмыс істеген мекемелердің бәрі сол кезде тартылған. Ақбұлақты жүргізу бар. Аха. Не шара көрді оларға? Мысалға жұмыстан кетті, содан кейін мынау Ақбұлақты Бюджетке ақша қайтарылды ма? Оның жұмыстан келген бізге қызық емес қой, ақша ғой бұл жерде. Ақша қайтарылған жоқ, бірақ осы нелердің бәрі кем-кетіктердің бәрі істелген. Бірақ бұл жерде жаңағы давлениені көтерген кезде осы нәрселер бар. Кем-кетік істелген, бірақ бәрібір жарылып тұрады дейсіз ғой. Екінші жағынан шығады. Енді нені күтіп жатырмыз? Нені? Осындай қалай салдарын қалай жоюға қандай жұмыстар болып жатыр? Ақбұлақ бойынша бұл мәселені түбегейлі қарап шығу керек. Ол басқа нәрсе жоқ. Қанша жыл бұрын кетті Ақбұлақты қабылдадыңыздар? Ақбұлақты ұмытпасам 19 жылы ма? 19 5 жыл өтті, иә? Қабылданғанын айтып отыр. Аха. Бұл өзінде басында нелер жіберілді, квартал бойынша аккредитовать етіп, тиісті нелермен істелді, сол нәрселердің бәрі нарушение. Неғып бақыламадыңыздар енді сол кезде халық қалаулы? Бақыланып тұрып осындай жұмыс болды ма? Мұқан марқұм Тұрысбекпен бірге бұл мәселенің бәрі сол кезде айтылған. Тиісті мекемелердің бәрі. Жоқ, сіздер салдарын айттыңыздар ма, әлде осыны қабылдайтын кезде үстін жаппай тұрып қабылдадыңыздар ма? Мен бұған түбегейлі қарсы болғанмын. Қабылдауға. Кім қабылдады сонда? Сол кезде Әкім ба? Әкім бар. Кім еді о кезде? Мақұл айттым. Енді қазір мына жерге бір септігіңіз тигізе аласыз ба? Тигіземін. Тұрғын ретінде немесе депутат ретінде? Тигіземін. Немен? Айтамыз тиісті мекемелерге істеп кетеді. Бір апта болып дедіңіз ғой, иә? Енді менің білуімше бір аптаға сәт болғанламайды, бірақ ағып жатыр. Осы мәселені айтып. 5-6 күн. Енді бұл істегенмен екінші жері осы именно линияда шамалы не бар. Жақсы, сіздің пікіріңізді білдік. Сіз қазір қандай не кәсіппен айналысасыз? Депутаттар бізде кәсіппен айналыса алады ғой? Мен ешқандай кәсіпкерім. Мен кәсіподақтың мүшесімін. Кәсіподақ? Кәсіподақта жұмыс жасаймын. Мүшесіз ба, төрағасыз ба? Төрағамын. Төрағасыз, иә? Профсоюздың. Қанша пайыз аласыздар мұғалімдерден? 1%. Тек мұғалім ба, әлде садиктерде кіре ма сіздерге? Бәрі ма? Бюджетниктер. Жақсы. 1%-нан аласыз ғой, бүкіл қала бойынша ма, облыс бойынша ма? Жоқ, қаланікі. Сосын кейін бізден басқа да тағы да 2 кәсіподақ. Жақсы. Мына көліксіздікі ғой енді түсінуімше, иә? Иә. Екеуі де? Екеуі емес, әнеметікі. Жақсы, жаман емес жағдай. Сау болыңыз. Енді көріп тұрмыз. Мен бұны қаланың арғы бетінен қысқартпа жолымен жүріп жүрген мен бүгін таңертең болып десем, бұны 1 апта шамасы болды дейді. 1 апта шамасында осындай жаңағыдай Тоқаев осылардың төрағасының басшысы болды. Енді қазір президент Тоқаевтың өзі ауыз су тапшылығы болады, сол ауыз суды сақтау керекпіз, қорғау керекпіз. Осындай жағдайға жол бермеу керекпіз дейді. Бірақ мына жерде бір емес облыс деңгей, облыс ойлады. Қазақстан бойынша ең көп ақша алатын облыспыз да, бірақ кішкентай бір суд тоқтата алмай жатыр. Ведется видеонаблюдение. Жақсы. Саламатсыз ба? Сәкейде ма? Ау? Шымкентте ма? Апке, мына жердегі су, бейне және аудио жарымдыруде түріңізді түсірмей-ақ қойын. Су қашаннан бері жағып жатыр? Осы ма? Иә. Талғат 1 апта болып дейді. Сондай болды ма? Сол, иә. Звондадыңыздар ма? Құзырлы органдарға, әкімдікке? Балам мына жердегіні қырылып жүріп істетеді. Постоянно осы жерде. Аха. Уже балам шаршады ау деймін. Бірақ мына шаршамау керек қой, 5 жыл, 1 жыл өтті, 4 жыл бар ғой, әлі күресу керек қой. Анасы бәрі қырылаттай жүрді. Ана жердегі Жөн, мына су қашан кетті Шымкентке? Осы 1 аптада. Ол ма? Иә, бүгін кетті ма? 2 күн болды ма? Оған дейін көрген ғой 4-5 күн. Жақсы, рахмет. Өзі біледі. Ана жердегі бәрі тесіледі. Иә. Мынаны көрдік алдында, дәл осыдан қайтып ағып жатса түсінетін едік. Мынау қазір мен Жамбыл Рахматуллам. Иә. Аха.
мінекей мына көзін жаңадан бұл жер бұрыннан тесілмеген, жаңадан тесілген екен көрініп тұр қазір. Әпке, мен көріп тұрмын ғой. Жақсы. Негізі көбіне мынау, анау тесіледі. Иә, мынаны көріп тұрмыз. Иә, рахмет. Енді ғана. Со бір апта болыптыдан ауыз су білесіз ғой, Алматының жанында тұратын тіпті адамдар ауыз суға, таза суға қол жеткізе алмай жатыр да. Ал біз қазір бұны ағызып қойып жатырмыз да, қанша текше метр. Бізге емес бұл трубаға байланысты, трубаны істеген адамдар. Иә. Трубаны әдемілеп качественно жасаса, мынандай расход кетпейді. Дұрыс. Бақылайтын адамдар бар ғой, осы жерде бақылау керек. Түсіріп жатқан жоқ, мен сізге ескерттім ғой. Негізі жүріп жатыр, түсірсем болады, бірақ түсірген жоқпын сізді. Иә, жақсы. Бұны енді айтып отырмын, осы көшенің бүкіл проблемасын мен балама жасап. Иә, дұрыс қой, енді ол азаматтық борыш, жаңағы міндеті дегендей. Мен білмеймін, енді өтірік айтпаймын. Рахмет. Бірақ балам постоянно осыларға араласады. Жақсы әпке. Сау болыңыз. Мына жерде жаңағы құбырды көріп тұрмыз. Мына жер жамап, бұл жердегі проблема шешілген сақ, толықта асфальт жабылыпты. Енді мәселе облыс деңгейіндегі депутат хабарласқан екен. Бір апта бойы хабарласып жүрмін дейді. Енді оның сөзі бойынша бір құдай біледі, қазір звондап маған тез жап дей ма. Енді мәселе мен бүгін таңертең көрдім, кешке қайтып келе жатып енді көріп тұрмын. Хабардарымыз дейді, бірақ 5 жыл бұрын кеткен адамдарға жауып жатыр. Қазір нақты проблемамен айналысып, қазір жоқ қыламыз, осын осы жерде тоқтап тастаймыз деген жоқ депутат. Облыс деңгейінде ойлашы, қаншама Қазақстан бойынша ең көп облыс, халық саны тұратын облыстың депутатының сөзі. Мені көрген болатынсыздар, осы 2 жыл бұрын полицияның алдында осылай құбыр жарылып, жаңағыдай сапасыз КСРО кезіндегі, сапасы емес, КСРО кезіндегі салынған 500-дік шойын құбыр жарылған болатын. Сол құбырды мен түнде осын шақыртып, ешқандай құзыретім жоқ. Осы халықтың, қоғамның атынан шығып, азаматтық борышымды өтеп, белсенділікпен айналысып, сол қызметкерлерін шақырып, сол жерде жасатқан болатынмын. Ал депутатым спокойно, бір апта болды, айтылды дейді, болды. Айтылса болды ма, сол кел жаса деп сол жерде тұрып талап етсе болады ғой. Талғат талапты емес. Мына қалалық Самат депутатты көріп тұрмыз. Бір аптаның жаңағы 2 күні бұрын кетсе, 4-5 күн бойы бұл жайлы біледі. Ол да ешқандай әрекетсіз отыр екен. Енді қазір мен судың басшысына звондаймын, жұмыс уақыты бітсе де, қазір звондап, осыны жаңағы авариялық өздерінің топтары бар ғой, соны жіберсін деп айтамын. Байланыстамыз. Жанбол Рахматулла. Жанбол қайда? Жақсы, рахмет. Бәке, аудио және бейне жазылым жүруде, ескертіп қоя салайын. Аха. Бәке, жұмыстасыз ба, қайтып кеттіңіз ба? Енді шығып отырмын. Бәке, ана Желтоқсан көшесі ме еді, біздің 2 депутат тұратын? Иә, білем, абонентский труба жарылыпты. Қашан жарылыпты? Так, кеше по-моему жарылмас. Талғат бір апта болды дейді ғой. Жоқ, кеше жарылған. Бүгін барып көріп кеттім ба мен. Аха. Ертең азанға қойылған өзі бригадаға. Талғат звондады ма жаңа? Қай Талғат? Депутат Садуов. Садуов па? Садуов, иә, жаңа звондады, ол звондамай-ақ мен өзім барып көріп кеттім бағана алғанда. Қайсыңыз жалған ақпарат беріп жатсыздар, бір апта, бір күн? Енді оны енді мен өзім көзіммен көргенімді айтамын. Жақсы бәке, ол мәселені шешеміз ғой? Иә, ертең азанда сағат 9-да бригада болады өзі. Сонда істеп кетеді. Бұл абоненттік труба ғой. Абоненттік трубаны негіз пайдей біз істемеуіміз керек. Абоненттік трубаны негіз тұрғының өзі істемеді. Көшенің бойында тұр ғой бәке? Енді көшенің бойында болса сөйтіп тастап кеткен ғой кезінде. Оны негізі былай істеу керек соған. Жұмыс былай болу керек. Колодец. Колодецтен кейін шетке, көшенің шетіне абонентский колодец қою керек еді. Абонентский колодецтен арғай тартылу керек еді. Түсіндім, ол көшен бойымен тартып алып кеткен ғой өзі. Трассаға істегенде, трассаға алғанда сөйткенде бәріне мә саған деп бәріне тартып жібере саған кезінде мердігерлер. Енді салмақ түскеннен кейін кішкентай құбыр. Жарамайды ол трубалардың бәрі. Ол полифтің трубасы. Болды. Енді бәке қараңыз, майлым бар ғой, соның жалғасы. Ары қарай кетеміз ғой, Айбергеновке қарай. Қалай? Так, біздің көше бар ғой, Спатаев пен Айбергеновтың көшелері ше? Иә.
Сон бойындағы мен бір рет сіздерге хабарласып, мына асфальт татып едім ғой, қазып кеткен жерді. Енді сол жерде 2 жер қазылып тұр да. 10 сантиметр. Асфальттау мәселесі ма? Иә. Асфальттау мәселесі. Так. Негізі ана бір асфальт несімен, бір мекемемен договорға отырғанбыз. Аха. Солар қазір қаладағы біраз жұмыстар істеп жатыр екен қазір. Негізі осы апта бізге біраз жерімізді істеп береміз деп уәде берген еді. Айбергенов пен Майлиннің тірі жері қалмапты бәке. Енді Айбергеновте мен айтайын, айда көтерілетін сөйлеген су. Аха. Сөйтіп Майлин арқылы барып, сөйтіп тарайды. Жона Майлинді ары қарай қырға қарай кетіп баратқан көріп тұрмын да, тағы 2 көшеден кейін тағы да қазылып жатыр. Мына сол Майлинадағы сол труба некачественный труба өте. Енді өйткені анеде айдадан көтерілетін жерде сөйте регулятор давление көрсетіп. Регулятор давлениеде жерде арғай қыр болғаннан кейін, бит болғаннан кейін анеде 3-8 давлениені көрсетіп тұр. Егер 3-8-ден төмен болып, анерде егер мен сәл төмен қылсам, Майлинаға су шықпай қалады. Иә, түсіндім. Шығу үшін қостыңыз, ал құбыр шыдамай жатыр дейсіз ғой. Иә, құбыр шыдамай жатыр. Жоқ, мына жерде мен көріп тұрмын сіздер. Екіншіден құрбастаған, екіншіден бірде-бір құм салмаған ішіне. Үшіншіден мына системасын дұрыс істемеген. Соның нәтижесінде біз водоканал сырада жетіп отырмыз. Әкімдікте тұрғындарда бақылауда ұстамаған дейсіз ғой. Иә, мен оған келісем, иә. Мына жерде сіздер болған кезінде тапсырыс беруші. Ол ЖК сол дұрыс қабылдап алмаған кезінде. Мына 4 бұрышты етіп кесіп дайындап кетіпсіздер да, мен осын қанша көрсем де міне келетін шығар, әні келетін шығар деген, бүгін енді судың мәселесі болған соң осы жаққа да келдім. Иә, оны жаңағы кетіп дайындап қойғанбыз асфальттауға. Бол бәке, енді ертең ана жерді барып мен. Мынандай мәселе бар да. Біз оны ладно, қазір бетін асфальттаймыз. Ертең бірақ тағы қазамыз. Одан кейін тағы бетін асфальттаймыз, одан кейін тағы қазамыз. Жо, сіздер білетін шығарсыздар, мына жер қанша уақыт болған жатқанына су ақпай. Оны білеміз ғой. Мен айтайын деген мәселе онымен түбегейлі шешілмейді деген ойым мен. Мәселені түбегейлі шешу үшін ана құбырды басқа құбыр салу керек. Енді бәке, біргемнің тұрғындарына құбырды ауыстырып бердік қой. Иә, ауыстырып бердік. Бірақ ол жердегі ситуация мен бердегі ситуация не бой земля ғой. Ол жерде абонент аз, иә? Иә, жерде абонент аз. Оның үстінен жерде 100-дік турбаның ішіне біз 60-дік турбаны тығызып бердік қой. Иә, бұл жерге болмайды ғой, бұл жаққа көбірек қысым керек. Егер біз оны үйтетін болсақ, өрге су жетпей қалады. Біз жерде ары кетсе бір 30-35 максимум сондай ғана жері болатын ма? Енді бәке, бұның мәселені қалай шешеміз? Бұлай қайталана бермес үшін да. Адамдар көлігімен ыңғайсыз, өтуге де ыңғайсыз жаяу. Қалай шешіледі мәселе? Реконструкция жұмыстарын жасау керек, оны ауыстыру керек. Тапсырдыңыз ба ондай бұл көше бойынша? Тапсырған жоқсыз ба, керек деп? Бізде жалғыз ол көше емес Майлинада. Бізде бүкіл 68 жарамайды. Жалпы түртіп сондай тізімге қосып қойғансыздар ба, иә? 468 километр ауыстырылған бірінші, екінші, үшінші этап бойынша. Аха. 468 километрдің жартысы жарамайды. Енді олар бір сотталып бірдеңе болып жатыр ма? Мемлекетке ақша қайтарып па? Енді ол сұрақ өзі маған емес, мен өзі айтып келатқаным өзі бұл мәселені қанша уақыттан бері көтеріп келатырмын. Енді ол әрі келіп құзырында емес ол. Жақсы, бәке, енді жаңағы ауыз су таза суды енді өздеріңіз ертең абонентский болса да өз күшімізбен соны жабамыз, бекітеміз деп жатсыз ғой? Ертең істеп тұрамыз. Оған өйткені ана жерде абонентский несін тастамаған колодецін. Аха. Абонентский колодецін тастап барып егер тартылған кезде мен айтатын едім, абонентский колодец өзіңіз кететін пайыз айтатын едім. Егер абонентский колодец прямой абоненттің өзін тартқаннан кейін аяда сосын асфальт қазу керек, жолды қазу керек, оны тұрғындарға қиын болғандықтан біз оны жүктемейміз дейсіз ғой? Түсіністікпен қарап жатырмыз дейсіз ғой? Түсіністікпен қарап, өзім істеп беріп жатырмын. Жақсы бәке, рахмет пікіріңізге. Ертең енді сонымен түсіріп халыққа көрсетейін да, бізде су жұмыс істейтін депутаттар екен, дұрыс жұмыс істемейтінін. Хорошо.
болды. Жақсы байланыстамыз, рахмет. Жақсы. Енді жаңағы Садуов облыс депутат түсініксіз менің артымда қорытынды парақтары бойынша 1700 дауыс артта келе жатқан адам қалайша депутат болып кеткен өздеріңіз де білесіздер ғой, енді Аманат партиясынан дегендей, артық сөздің қажеті жоқ деді. Артық сөз былтыр не үшін орнымды ұрладыңдар деген кезде мен соттағысы келген болатын. Менен ештеңе таппай, ішпеймін, шекпеймін, төбелеспеймін, ерегіспеймін ешкіммен. Сосын отбасымнан бір кемшілік тауып, кемшілік емес, заң тұрғысында менде бәрі окей. Бірақ соны іліп, мені полицияның ішіне кіргізіп, айтатын нәрселерін айтқан болатын, жоспарларын, не жасайтындарын, егер мен ары қарай орнымды қудалап, халықтың маған берген дауысы, соны қорғайтын болсам, не жасайтындарын, мен не жасайтын, менің отбасымен не жасайтын полиция айтқан болатын. Сондықтан оны бір күн бір тақырып етерміз. Со депутат қазір бір апта болып дейді, ешқандай да шара көрсете алмай тұр. Мен хабарласқаннан кейін енді жаңағы білетінім бір күн дейді судың бастығы, ертең азанда келіп жасап кетеміз дейді. Бұларда кешкі 6-тан кейін енді 2 адам қалады, 2 адамның күші жетпейді. Енді жарайды дейміз, қатты да не емес екен, қысыммен суағып атқан жоқ. Әйтпесе мен қазір тұрып алып талап етіп, қазір келсін, қазір жасаңдар дейтін едім. Түсіністікпен қарайық, бұларға дейінгілер сапасыз құбыр тастап, бұларға біраз шаруа жасап кеткен, қалған қанша жер тесіліп жатыр. Осындай халық, яғни тұрғындар осы өздеріңіз депутаттарды сайлап аласыздар. Сосын олар жұмыс істемейді, сосын маған хабарласасыздар. Өздеріңіз бір шешіп алсаңыздар, сіздерге жұмыс істейтін адам керек емес па? Енді біз оны сайламадық қой дейтін болсаңыз, сайламасаңыз сіздің даусыңызды ұрласа, сіз неменеге үйіңізде тыныш отырдыңыз? Мен даусымды оған берген жоқпын, ол қалай болды деп әділдік іздедіңіз ба? Іздеген жоқсыз. Сондықтан осындай не дейміз, жұмыс істей алмайтын, өзінің мүддесі үшін ғана өзінің кәсіп одағын, кәсібін қорғайтын адамдар ғана отырып алады да, өз мүддесін қорғап отырады, ал халықтың, тұрғындардың мүддесімен шатақтар жоқ. Енді не істейміз, я істеп кеткен ғой 4-5 жыл бұрын, солар құзырлы органдар айналысып жатыр, мен білмеймін дейді да, отыра береді. Ал бізде мынау жолынан қараңыз, бір аман жол жоқ мына жерде. Әркім отырады осылай депутат болып. Мына тұрғындар келді, кімнің есігінің алдында, кімдер жүреді. Тоқылдатсаңыздаршы, заңды бұзбайсыздар, үйіне барыңыз, сіз оның үйіне қарумен бір жазалайын деп барған жоқсыз қой. Адам сияқты, адамы қасиетте, адамы тұрғыда, біз саған дауыс бермедік қой, немесе дауыс бермесек те депутат болып кетіпсің. Осындай әрекет сен қолыңнан келеді ғой, азаматтық борышыңды атқар, жаңағыдай депутаттық міндетіңді атқар дегендей әңгіме барып айтсаңыздар болады ғой. Оны дымға түсік, Жанболға барып айтқанша, мен қолымнан келгенше көмектесіп тұрам әрине. Бірақ осымен нақты айналысатын әкім бар, Жандос Тасов деген. Қаланы жақсы көрмейтіндігі соншалықты енді айта алмаймын. Өйткені қалаға деген сүйіспеншілігі бар адам, мынаның кепілдігі кетпей тұрғанда, асфальттан шөп шығып атқан не сұмдық деп жол бөлімін шақырып, жол жасап атқандарды шақырып, осын қадағалап, қайттан гарантиясы өтіп кетпей, кепілдік мерзімі өтіп кетпей тұрып, қырғызып жаңа асфальт салғызатын еді. Жүрмейді да, қызметтік көлікте кондиционерді қосып алады да, кабинетке келеді, уақытты өтсе болды, барады, бірдеңелер ашылатын нәрсе болса ашылады, мерейтой болса қатысады. Жаңа облыстық әкім Дархан Сатуалдың алдына барып отчет береді. Халық өткен ештеңесін талап етіп, сұрап ештеңе қылып атқан жоқ. Демек, Дархан Сатуалды да жаңа Жандос Тасов алдына келіп отчет беріп жатқаннан бәрі тыныш, бәрі жақсы деген кезінде, қалада бәрі зың дегенде сенеді, өткен ешкім наразылығын білдіріп жатқан жоқ. Егер қашан халық талапты болады, депутат деп, әкім жасасаң мынау не тірлік десе, ол кезде жағдай басқа болып кішкене гүлдене түсер еді мемлекетіміз. Асфальт мынандай отырып қалмас еді, жарылып жатпас еді. 2 жыл болған шығар салынғанына, әлі кепілдік мерзім өтпеген, бірақ ешкім келіп мына жерде жұмыс жүргізейін деп жатқан жоқ, өзінің борышын атқарайын деп жатқан жоқ. Белсенді болыңыздар. Белсенді дегенде бір митингке шығып, көшеге шығып кетіңіз деп жатқан жоқ мен. Өзіңіздің, ең болмағанда өзіңіздің көшеңіз үшін белсене атсалысып, асфальт не болып жатыр, не қылып жарылып жатыр, не қылып астынан шөптер шығып жатыр деп сауал қойсаңыздаршы, жөндеңіздер десеңізші, біздің салық төлеушілердің қалтасынан
берілген ақша ғой осының бәрі. Мен салық төлемеймін деп ойламаңыздар, әрқайсыңыз НДС төлейсіздер, барып 50 теңгелік зат алсаңыз да, қай жаққа барсаңыздар да салық бәріміз төлейміз. Үйіңізге төлейсіз, көлігіңізге төлейсіз, жұмыста жалақыңыздан төлейсіз, әрбір сатып алып жатқан нәрсеңіз үшін төлейсіз. Сондықтан бейжай қарамаңыз. Бұл ауадан келіп жатқан ақша емес, бұл бәріміздің атсалысып жатырмыз, мемлекетке ақша қосып жатырмыз. Бірақ соны жейтіндері жеп жатыр. Жақсы, байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла жөнін.